NASA астронавттар 50 жыл үзілістен кейін ай бетіне оралатын Артемида бағдарламасының жоспарымен таныстырды. 2024 жылға дейін 8 ұшырылым жасау және ай орбитасына шағын станция шығару көзделіп отыр. 2020 жылы ұшқышсыз Артемида 1 миссиясы айды айналып келеді. 2022 жылғы екінші миссия аясында ай орбитасына астронавттар да шығады. Ақыры 2024 жылы Артемида 3 миссиясы ай бетіне астронавттарды, соның ішінде тарихтағы тұңғыш әйелді жеткізеді. Олар айдың оңтүстік полюсі маңына қонуы тиіс. Миссиялар Lockheed Martin компаниясының Orion ғарыш кемесімен жүзеге асырылады. Оны ғарышқа қазір Boeing корпорациясы жасап жатқан әлемдегі ең үлкен Space Launch System зымыранын ұшырады. 2024 жылға қарай ай орбитасындағы Gateway станциясының энергетикалық қозғалту модулі мен шағын тұрғынжайдан тұратын минималды конфигурациясы құрылады. Астронавттар ай бетіне барар және қайтар жолда станцияда аялдай алады. Көне грек мифологиясындағы аңшылық және ай тәңіриясы Артемида НАСАның тарихи ай бағдарламасына аты берілген Аполлоның егізі болады.